Әйюхәл вәләд. Ей балам, бәғду мәсәилика мин хәзәл қабил. Сенің кейбір мәселелеріңнің мазмұны осындай еді. Вә әммәл бәғду ләзи естәқиму ләхул жауаб. Ал жауап беруге мүмкін болған сұрақтарыңа келетін болсақ, яғни өткен сабақта айтып өтті, сенің бұл қойған сұрақтарыңа жазып та, сөзбен айтып та жауап беру мүмкін емес. Сен сол нәрселердің дәмін татып білуің қажет деп айтты. Енді осы сабақта айтып жатыр, сенің сол сұрақтарыңның ішіндегі жауап беруге мүмкін болғандарына келетін болсақ, фәқада зәкәрунәху фи ихяил улум. Біз оны Ихя улумиддин кітабында айтып өттік. Ва ғойрихи, және де басқа да кітаптарда айтып өттік. Ва назкуру хуна нубазан мин ва нуширу илейх. Және де біз бұл жерде оның бір бөлігін айтамыз дейді. Сол жаққа қарай жөн сілтей отырып. Фәәуәлу суалика. Сенің алғашқы сұрағың қада сәәлтәни анис сәлики ма ваджаба алейх. Сен менен тура жолда жүрушіге не нәрселер уәжіп, яғни не нәрселер міндет деп сұрадың. Фәнәқул фәқада ваджаба аля сәлики арбаату умур. Біз айтамыз дейді, тура жолда жүрушіге мына 4 нәрсе міндет деп. Әуәл, оның ең біріншісі иътиқадун сахихун. Дұрыс болған сенім, яғни дұрыс ақида қажет деді. Ла якуну фихи бид'атун. Ол нәрседе ешқандай бидағат араласпаған, яғни ахли сунна вәл жамағаның сенімі қажет дейді. Уәссәни, екінші, тәубәтун насухун. Шынайы тәубе қажет дейді. Ла тәржиғу бәғдәху. Ол тәубе еткеннен кейін ла тәржиғу, оралмайтындай иләззәллә. Бір күнәға болсын, қайтып оралмайтындай шынайы тәубе қажет дейді. Вәссәлис, үшінші, истирдаул хусум. Ақыл иелерін разы ету қажет. Хәттә ла ябқа ли ахадин алейка хаққун. Сенің мойныңда басқа біреудің ақысы қалмайтын дәрежеде баршасының разы етуін қажет дейді. Барша адамда разы етуін қажет дейді. Вә раби', және де төртінші, тахсилу илми шариати. Шариғи ілімді үйрену. Қадара ма туадди бихи әуамириллахи та'ала. Онымен Аллах тағаланың әмір еткен, парыз еткен нәрселерін орындайтындай дәрежеде шариғаттың ілімін үйрену. Фәззиядату аля хазал қадри лайса биуаджибин. Және де бұл белгіленген мөлшерден артығын алу, ол уәжіп емес, міндет емес дейді. Сумма мин улумил ахира. Содан кейін ақырет ілімін үйренуің. Ма якуну фихин наджату. Және сол нәрсе саған құтылуға себеп болатындай ақырет ілімдерін үйренуің қажет дейді. Хукия, мына бір оқиға хикая етілді. Әнна Шиблию рахимахуллах, Шибли рахимахуллах, хадима арбаа миати устаз. Ол кісі 400 ұстазға қызмет еткен. Ва қала, және де бұлай айтты. Қарақту арбағата алафи хадис. Мен 4000 хадис оқыдым. Сумма сосын ихтарту минха хадисан вахидан. Және де мен сол 4000 хадистің ішінен бір хадисті таңдап алдым. Амилту бихи, онымен амал еттім. Ва халлайту ма сиваху, және одан басқаларын қоя бердім, яғни амал етпедім дейді. Лиәнни, расында мен тәәммәлту, ойландым. Фәвәжәтту халаси ва наджати фи. Және де мен сол хадистен құтылуға, яғни ертең ақыретте пайдама жарайтын дәрежеде мен құтылуды сол хадистен таптым дейді. Ва кана илмул әувалина вал ахирин куллуху мундариджан фи. Және де ол ілімде әуелгілердің және де соңғылардың ілімдері қамтылған. Фәктәфәйту би. Мен сол нәрсемен шектелдім. Ва залика анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям қал ли баъди асхабин. Сол хадис дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларының біріне былай деп айтты дейді. Иъмал, амал жаса, ли дүнияка би қадри мақамика фиха. Дүниең үшін амал жаса, сен ода тұрып жатқан мөлшер дейді. Яғни адам баласы бұл дүниеде ары кетсе 60-70, көп мөлшермен алатын болсақ 60-70 жас ғана жасайды. Сондай дәрежеде ғана дүниең үшін амал ет дейді. Уәғма
және де амал ет ли ахиратика, ахиретің үшін, би қадри бақаика фиха, ахиретің үшін амал ет, онда қалатындай мөлшерде дейді. Яғни біз ахиретте мәңгілік қаламыз, сол үшін мәңгілік мекеніңе азығыңды жина дейді. Уә'мәл лиллахи би қадри хажатика илейх, және де Аллах тағала үшін амал ет, сен оған қаншалықты мұқтажсың, соншалықты Аллах үшін амал ет дейді. Уә'мәл линнар, және де тозақ үшін амал ет, би қадри сабрика алейха, сен оған сабыр ете алғаныңша. Яғни тозаққа қаншалықты сабыр ете аласың, соншалықты тозаққа қарай амал ет дейді. Яғни соншалықты күнә жаса дейді, егер де сен тозақтың отына шыдай алатын болсаң дейді.